Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен де сәулетші боламын». Бүгінгі сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсың. Оқыған материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Кесене, сырты, төбе, мұнара, орналасқан. Кесененің сырты, кесененің төбесі, кесененің мұнарасы. Райымбек көшесінде орналасқан. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық және есімізде сақтайық. Оқы, қайтала. Кесененің суреті, кесененің төбесі, кесененің сырты, кесененің мұнарасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Әлібек, балам, не істеп отырсың? Әке, мен сурет салып отырмын. Ненің суретін салып отырсың? Райымбек батырдың кесенесін салып отырмын. Жарайсың, балам, кесененің сыртын ақшыл түспен боя. Райымбек батырдың кесенесінің сырты әппақ, төбесі биік, мұнарасы әдемі. Жақсы әке, түсіндім. Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Әлібек кіммен сөйлесті? Олар не туралы сөйлесті? Райымбек батыр кесенесі қандай? Оның сырты қандай? Ойланайық. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Әлібек әкесімен сөйлесті. Олар Райымбек батыр кесенесі туралы сөйлесті. Райымбек батыр кесенесінің төбесі биік, мұнарасы әдемі. Оның сырты әппақ. Сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, диалогтың мазмұнын өз сөзіңмен айт. Тірек сөздер: Райымбек батыр кесенесі, сурет салу, кесененің төбесі, кесененің сырты. Іске сәт. Оқушылар, диалогтың мазмұнын біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Әлібек Райымбек батырдың кесенесінің суретін салып отыр. Кесененің төбесі биік, мұнарасы әдемі. Кесененің сырты әппақ. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Мәтін мазмұнына сүйеніп, Әлібек пен әкесінің диалогын жалғастырыңдар. Бұл Райымбек батырдың кесенесі. Кесене Алматы қаласындағы Райымбек батыр көшесінде орналасқан. Кесененің төбесі биік, мұнарасы әдемі. Сырты әппақ. Кесененің жобасын белгілі сәулетшілер Бек Ибраев, Шәмші Өтебаев, Сәдуақас Атығаев жасаған. Оқушылар, Әлібек пен әкесінің диалогын жалғастырып көрейік. Әлібек, Райымбек батырдың кесенесі қайда орналасқан? Алматы қаласындағы Райымбек батыр көшесінде орналасқан. Кесененің жобасын жасаған сәулетшілерді білесің бе? Иә, әрине, кесененің жобасын белгілі сәулетшілер Бек Ибраев, Шәмші Өтебаев, Сәдуақас Атығаев жасаған. Жарайсың, балам. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін.
Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, жауабымызды бірге тексерейік. Менің әкем сәулетші, мен де сәулетші боламын. Маған Райымбек батырдың кесенесі ұнайды. Кесененің сырты әппақ, оның күмбезі әдемі. Кесененің алдында түйенің мүсіні бар. Кесене жобасын сәулетшілер Бек Ибраев, Шәмші Өтебаев, Сәдуақас Атығаев жасаған. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Суретке қара. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін суреттеп, мәтін құра. Мәтінде сәулет тақырыбы бойынша алдыңғы сабақта үйренген жаңа сөздерді қолдан. Жаңа сөздер: кесене, төбе, мұнара орналасқан. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін суреттеп болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан. Бұл кесене ең зәулім күмбезді қыштан соғылған ғимарат. Биіктігі 37 метрден асады. Бұл кесене әлі күнге аспанмен таласып, сән сәулетін бұзбай асқақ тұр. Керемет күмбез қазір әлемдік мәдени мұралар қатарына кірген. Оқушылар, сендердің де жұмыстарың сәтті шықты деген ойдамын. Кел жаттайық. Оқушылар, өлеңді бірге оқып жаттайық. Мен сәулетші боламын, жүйрік ойым қаламым, жоба жасап сан түрлі ғимараттар саламын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындадың. Оқыған материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 102-ші беттегі 6-шы тапсырманы жазбаша орындаймыз. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтырамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.